Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен бірге осындай ерекше етті бәліш дайындаймыз. Самса деп айтсақ та болады. Ең алдымен осы етті бәлішке керекті құрамды дайындап алып, қамыр илеп қоямыз. Оған су, тұз, сұйық май, ұн және разрыхитель керек болады. Осылардың барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илеп 15-20 минутқа тұндырып қоямыз. Достар, канал ұнаса, видеолар пайдалы болса, каналға жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Маған шабыт сыйлайды және менің дамуыма үлес қоса аласыздар. Осылай қамырды осындай қылып пленкаға орап тұндырып қоямыз. Керекті заттарды дайындап және салмасын жасайтын боламыз. Бұл пирогтың маған ұнаған жері, үйде кейбір балалар асқабақты ұнатпайды, кейбіреулер картошка ұнатпайды. Сол жері маған қатты ұнады. Біздің үйде балалар асқабақты ұнатпайды. Сол үшін жеке екі түрлі салма жасап аламын. Бірінші асқабаққа фаршты араластырамыз, одан кейін картопқа фаршты араластырып қоямыз. Қамырымыз тұнды, енді оны екіге бөліп, жұқа қылып жаямыз. Қамыр осындай жұмсақ болады, тез жайылады. Егер сіздерде отбасыларыңыз үлкен болса, онда осы заттарды екі еселеп көбірек жасасаңыздар болады. Мінекей салмамыз екі түрлі және оларға 1,5 шай қасықтан тұз және өзіңізге ұнаған